Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Макс Эйвені ұтқан қазақ. Кім екен, қандай адам болды екен деген сұрақтар туындайды. Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайын. Қазақстан шахмат федерациясының іргетасын қалаған Ғалимолла Батырханұлы Сайденов мырза. Ғалимолла Батырханұлы туралы кішігірім ақпарат. 1934 жылы дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік университетінің математика факультетін аяқтап, Москва қаласындағы Тоқыма институтында өзінің кандидаттық диссертациясын қорғады. Шымкенттегі химия технология институтының жалпы инженерлік факультетінде декан болған және Жамбыл қаласындағы институтта ректор болған осындай керемет ағамыз болған. Ең бастысы әрине Қазақстан шахмат федерациясын құрды және Қазақстан шахмат федерациясының FIDE құрамына енуіне өте үлкен үлес қосқан осындай керемет ағамыз. 1960 жылы Москвада орталық шахмат клубында бір мезеттік ойын сеансы болды. Және сол сеанста атақты Маргилис Эйве немесе Макс Эйве. Мынаны сіздер естеріңізге сала кетейін, World Champion дегенді білдіреді, әлем чемпионы болған және гроссмейстер, және ең қызығы халықаралық шахмат федерациясының тұңғыш президенті. Осындай шахматшыны біздің Қазақстан шахмат федерациясының негізін қалаған Ғалимолла Батырханұлы Сайденов жеңіп шықты. Бір мезеттік ойын сеансы. Сонымен бір қарап шығайық, сарбаз негізгі орталыққа қойды D6. Барлықтарыңыз білесіздер деген ойдамын, бұл деген Уфимцев қорғанысы, немесе Пирца Уфимцева қорғанысы. Бірақ қазақстандық немесе Кеңес одағының шахматшылары бұны Уфимцев қорғанысы дейді, ал Европа және Америка немесе басқа да осы батыс елдері оны Пирц қорғанысы деп атайды. Өзінің баласына айтқан ақпаратында мен деген өзімнің отандасымның бастамасын, дебютін ойнағанды жөн көрдім деп айтқан екен. Әрине, баласы бұның өте атақты банкир және қаржыгер, 2004-2009 жылдар аралығындағы ұлттық банктың басшысы Анвар Ғалимоллаұлы Сайденов мырза. Сонымен D4, G6, F4, G7, ATF, ATF6 және негізгі орталыққа қойды. Бұл жердегі айта кететін жағдай, бұл сарбаз атқа шабуыл жасады және мына сарбазға шабуыл жасады. Қос соққы деп айтуға болады. Ат D7 және піл C4. Әрине, бұл жердегі өте мұқият болу керек. Егер де сіз мысалы бұл жерде A6 деп жүретін болсаңыз, онда қарсылас деген піл F7 шах дейді, патша F7 және ат G5 шах. Осымен шын мәнінде жағдай өте қиын болады. Әрине, бұны Ғалимолла Батырханұлы өте жақсы біледі, сол себепті ол деген рокировка жасайды. C3 және C5. Ғалимолла Батырханұлы бұл жерде орталыққа қысым көрсетуді жөн көрді. Неге? Өйткені орталық өте тұрақты. F4-те мына орталықтағы және D4-тегі сарбаздар өте мықты және осындай керемет үшбұрыш, осы үшбұрышқа қысым көрсетудің амалын қарастырады. I6 бұл жердегі айта кететін жағдай қос соққы. Біріншіден F7-ге, екіншіден D7-ге шабуыл жасады. Әрине, бұндай шеге сарбаздарда көп шыдаудың қажеті жоқ. G7 және патша H8 және ат G5. Бұл жерде Макс Эйвенің іс-әрекеті түсінікті, ол деген қомағайлар қатарына кіргісі келіп тұр, патшаға шабуыл жасап және уәзірге шабуыл жасағысы келеді. Бірақ бұл жерде айта кететін жағдай, әрине, мына C1-дегі, B1-дегі ойыншылардың іске қосылмағаны, сол себепті бұл әлше байқалмайды. Әрине, Ғалимолла Батырханұлы шабуылды ерекше ұнататын шахматшы болған, сол себепті артқа қарай шегіну деген сұрақ туындамайды бұл жерде. CD оң қанаттағы болған шабуылға ол орталықта міндетті түрде жауап береді. Ат F7 қомағайлар қатарына кірді. Әрине, бұндай атты көп уақыт шыдауға мүмкіндік жоқ. Жедік және ары қарай DC деп жүрдік. Бұл жерде өтемақы бар. Неге? Өйткені мына
патша біріншіден сарайға кірген жоқ, рокировка жасаған жоқ, немесе піл, ат та іске қосылған жоқ. Сол себепті белгілі бір не бар. Ат C3 және ат C5-ке орналасты. Бұның ең басты мақсаты әрине қазір мына пілді ұстап алу. Егер де пілді ұстап алу мүмкіндігі бар болатын болса, әрине қаралардың жағдайы өте керемет болады. Піл D5 және уәзір B6. Бұл жүрістің де ең басты мақсаты біріншіден B2-дегі сарбазға қысым көрсету, екіншіден G1-дегі торды бақылауда ұстау. Егер де қарсылас деген патшасын сарайға кіргізсе, онда ат B3, ат деген ашық шақ шабуылы біріншіден мына тораға шабуыл жасайсыздар, ал мына уәзір мына патшаға шабуыл жасайды. Сол себепті әрине бұны Макс Эйве байқады және уәзір I2 деп жүрді. Піл F5, әрине бүкіл ойыншыларыңызды негізгі орталыққа орналастыру керек. Әрине, егер де қазір ақтар деген өзінің патшаға кіргізсе, онда мынандай да іс-әрекеттер жасауға әбден болады деп ойлаймын. Осындай іс-әрекеттер жасауға болады, осындай амалдарды және бұлай да жүруге де болатын шығар деген ойдамын. Бұны әрине байқайды Макс Эйве және пілін I3-ке қояды. Және атты C6-ға осымен қаралар бүкіл ойыншыларын іске қосты. Бәрлігі керемет, өте мақы бар. Мына патшаның жағдайы әлі онша емес, сол себепті қарсылас деген патшасын сарайға кіргізді. Әрине, бұлай жүруге болмайды. Егер де бұлай жүретін болса, онда мүмкін мынандай іс-әрекеттер де болып қалуы мүмкін. Осындай іс-әрекеттер болуы мүмкін. Егер де уәзір C5 деген іс-әрекеттер болса, онда патшаны F2-ге де орналастыруға болады. Әрине, бұндай іс-әрекеттер жүрмейтін түсінді. Соған байланысты атын негізгі орталыққа орналастырды. Піл D4 және піл D4 шах. Бұл жерде айта кететін жағдай, мына пілдің қарсыласы жоқ, немесе бір қарапайым тілмен айтқан кезде оппонент дейді, немесе қарсы тұратын, немесе осы торларды бақылайтын қарсыласы жоқ болғандықтан, бұл пілдің басымдығы ерекше болады. Патша H1 және I6. Әрине, мына D5-тегі піл мүлдем оған ұнамайды, піл D5-тегі және D5-тегі торды бақылауда ұстаудың амалы. Уәзір D2 және ат D3. Бұл атпен сіздер таныссыздар. Бұл аттың атауы ол 8 аяқ дейді. Сіздер білесіздер 8 аяқ. Піл I4. Енді жалпы қаралардың белсенділігі өте жоғары. Бұл жерде не айтуға болады? Ғалимолла Батырханұлы өте белсенді шахматшылардың қатарында және міндетті түрде шабуылды ұнататын шахматшылардың қатарында, және динамика дейді. Динамика шахматта. Динамиканың өте ұнататын ойыншылардың бірі. Ат қомағайлар қатарына кірді. Шах әрине. Бұл жүрісті Макс Эйве байқамады және болдырмауға ешқандай мүмкіндігі болған жоқ. Жедік және жедік. Бұл жерде өте маңызды мәселе, ерекше айта кететін жағдай, қандай сарбазбен жүру. Егер де сіздер мына сарбазбен жейтін болсаңыздар, мысалы I6-дағы сарбазбен жейтін болсаңыздар, онда ат деген емін-еркін негізгі орталыққа тұрып алады. Бұл жерде де мысалы Ғалимолла Батырханұлының осындай артықшылығын айта кеткен жөн. GF, D1 және D5. Бұл үш бұрыш өте жақсы орналасқан. Көрініп тұр, Ғалимолла Батырханұлы бұл жерде атақты Капабланка ережесін жақсы біледі. Егер де піліңіз қара болатын болса, онда сарбаздарды ақ түске орналастыру керек. Ал егер де піліңіз ақ болатын болса, онда сарбаздарды қара түске орналастырудың жөні бөлек. G3, піл I3, уәзір D3 және D4. Жалпы позиция өте қиын және Макс Эйвенің ешқандай мүмкіндігі жоқ. Қазіргі таңда уәзір C6 мат деген іс-әрекеттер дайын болып тұр. Сол себепті H3 және қомағайлар қатарына кірді. Уәзір B2, ат B5 және уәзір F2. Жалпы ойын аяқталды, бірақ Макс Эйве өзінің жеңілгенін мойындағысы келмей тұр. D6, шах және мына сарбаз жеп қойды. Патшаға шабуыл жасады. G5-нан жедік, шах, жедік, бұлай және тура I8. Бұл жерде де Ғалимолла Батырханұлының қаншалықты мықты ойыншы екенін көруге болады, өйткені ол
атақты Зигберт Тарраш ережесін өте жақсы біледі. Ауыр фигуралардың артынан шабуыл жасағанды және қорғануды ерекше ұнататынын көрсетеді. Осымен ойын аяқталды және Макс Эйве бір мезеттік ойын сеансында Ғалимолла Батырханұлы Сайденов мырзаға жеңіліп қалды. Тағы да бір рет ескертем, Ғалимолла Батырханұлы Сайденов Қазақстан шахмат федерациясының іргетасын қалаған, халықаралық шахмат федерациясына Қазақстанның енуіне көмектескен және техника ғылымдарының кандидаты, кезінде ректор болған, кезінде декан болған, енді ақсүйек азаматтардың бірі деп айтуға болады. Әрине, оның тағы да өзінің керемет еңбектері бар. 1953 жылы ол деген қазақ шахматшыларына, шахмат бастаушыларға, шахматты енді үйреніп жүрген адамдарға Василий Пановтың кітабын қазақ тіліне аударды. Сол кездің өзінде Ғалимолла Батырханұлы қазақтардың шахматқа деген көзқарасын өзгертуге және қазақ жастарының осы қазақ тіліндегі оқулықтармен танысуына өзінің үлесін қосқан азамат. Преферанс туралы да жазды, қазақ шахматшыларының шығармашылығы туралы жазды, шахмат әліппесі туралы және аттың жүрісі туралы. Сол себепті 19 жаста осындай іс-әрекеттерді бастаған керемет тұлға болған. Біліп жүріңіздер, біз міндетті түрде қазақтың қаншалықты мықты екенін, қаншалықты алғыр халық екенін біз ұмытпауымыз керек және осындай керемет тұлғамыз бар болғанын да сіздер біліп жүру керексіздер деген ойдамын. Жақсылықта келсек, сау, сәлемет болыңыздар.